Балалар, бірге дайындық өлеңімізді айтайық. Ашық аспан болсын, ай күніміз сәттілікке толсын, қазақ тілі тәңірінен білмегенді білейік, сирелеп күлейік. Балалар, бүгінгі біздің жаңа сабағымыздың мақсаты әр оқушы мәтінді оқып, ақпараттардың дұрыс-бұрыстығын анықтайды. Тірек сөздерге сүйеніп, ғимараттарды сипаттап айтады. Ғимараттар туралы диалог құрастырады. Міне осындай мақсатпен бүгінгі біздің сабағымызды бастаймыз. Бір сабаққа байланысты шолу жасайық. Қандай тақырыпта өттік. Соған мен бүгін сұрақтарды дайындадым. Мысалы, бірінші сұрақты кім оқиды? Мен. Адалат оқы бірінші сұрақты. Бәйтерек. Бәйтерек неге ұқсайды? Бәйтерек неге ұқсайды? Кім көмектеседі? Бәйтерек бақыт ағашыға ұқсайды. Тағы да кім тағы жауап береді? Бәйтеректің төбесі. Тоқта, бәйтерек неге ұқсайды дедік біз сұрағымыз. Бәйтерек өмір ағашыға ұқсайды. Дұрыс, жақсы, отыр. Мына көрдіңдер ме? Бәйтерек үлкен ағашқа ұқсайды екен, иә? Екінші сұрақты оқимыз. Назар суретке қараңдар, мағынаны мына суретке қарап, қалай ойлайсыңдар? Бұл қай қаланың суреттің ішінде біз қай ғимаратты көріп тұрмыз? Бәйтерек ғимаратын көріп тұрмыз, ал жақсы. Енді бүгін балалар біздің сабағымыздың тақырыбы Хан Шатыр ерекше ғимарат дейміз. Тақырыпқа. Мына назар балдарында суретке, мына жерде суретте ненің ғимараты орналасқан? Хан Шатыр ғимараты, иә? Қалай ойлайсыңдар? Хан Шатыр ол қай өнерге жатады екен? Ерекше. Өнерге жатады екен. Мына жерде кім оқиды? Сен Хан Шатырға бардың ба? Сіз Хан Шатырға бардыңыз ба? Ол Хан Шатырға барды ма? Тағы деген не көп байқалады бұл жерде? Бардыңыз, иә? Сөздерді жіктеп айтып тұрмыз. Айырмашылығы бар ма? Бар екен, иә? Жақсы. Тапсырма бойынша оқып берем. Сендер тыңдаңдар жақсылап. Сосын кейін ары тапсырмаларды осы мәтінге қарай 150 метр тропикалық бақтар, гүлзарлар, бассейн, дүкендер, субұрқақ бар. Мына осы мәтінді тағы да оқышы. Астана үлкен қала. Астанада әдемі ғимараттар көп. Астанада Хан Шатыр сауда және ойын, тропикалық бақтар, гүлзарлар, бассейн, дүкендер, субұрқақ бар. Бәріңдер тыңдадыңдар, иә? Екі рет тыңдадық. Бірінші мен оқыдым, екіншісі де Шахзада оқыды. Енді осы мәтінге қарай мына жерде сұрақтар бар. Дұрыс, не бұрыс? Адалеттің өзі жауап береді. Дұрыс па? Дұрыс емес па? Астанада әдемі ғимараттар жоқ дейді. Дұрыс емес. Дұрыс емес, иә? Келесі символы. Дұрыс па, дұрыс емес па? Дұрыс. Келесі рота оқы. Бәйтеректің биіктігі 97 метр. Дұрыс па, дұрыс емес па? Ойын сауық орталығы Астанада орналасқан. Дұрыс па, дұрыс емес па? Дұрыс. Жақсы. Келесі сұрақ. Мына жерге енді сұрақтарға жауап береміз, мәтін бойынша. Бірінші сұрақ.
Qani o'qishi, Sevinch. Xanshatır qanday saviyet Өнеріне tasadi. qanday өнерге жатады? Saviyet. Тұр. Xanshатır saviyet Өнеріне. жатады. Qani kelесі сұрақты. Qani Aziz o'qishi. Xanshati Xanshатır qanday o'rtaliq? Bu xanshatır var. Onun içinde ne var? Ya bu en ülkem savda ortalığı oyun soğuk kişinin onda savda orunları tropikalık baktar buzlarlar var. İmaratın kaburgası neden жасалған? Kaburgası темір шыныдан жасалған. İçi жарық жүрейік. Yerimizi açamız, бүгінгі күнді жасамыз. Желтоқсанның 24-і сынып жұмысы Xanshатыр ерекше ғимарат. Тапсырма дейміз. Ол кітапте бар, оқулықта 120-ші бетті ашамыз. 4-ші тапсырма. Тапсырманы оқышы, не деген екен тапсырмада? Дауыстап шыға оқы. Мына балаларға қазақша ат қой, олар Xanshатыр туралы бір сөйлемнен айтсын, олардың сөзін дәптеріне жаз. Жаз дейді. Үлгі ретінде не деген? Оқы. Қандай атты қойған? Айару. Xanshатыр керемет ғимарат. Қаны соны жазамыз. Айару. Кесте жазайық. Айару. Қосынып көріңіз. Үлкен сауда орталығы. Дәулет сөйтіп айтты ма? Қаны шық. Мамам, шық қаны. Адалат шықшы. Адалат сыйлық. Дәулет деп. Дәулет. 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 Не қоямыз? Осы нүкте дұрыс. Не деді? Xanshатыр. Xanshатыр үлкен сауда орталығы. Тырнақшаға. Xanshатыр. Xanshатыр. Не дейміз? Үлкен сауда орталығы, я? Әрі ойын сауық кешені. Үлкен сауда орталығы. Жас болсақ балалар, мына жерде бір ойын өткізіп жіберейік, артығын алып таста дейді. Мына жерде 4 сөз әр қатарда. Сол ішінде қайсы артық? Не себептен оны артық? Соны дәлелдеп жауап береміз. Қана, бірінші. Оқышы сөздерді. Қызыл, жасыл, көйлек, сары. Не артық бұл жерде? Неге? Қызыл, жасыл, сары не білдіреді?
ше? Оқу құралы екен. Отыр. Сөйтіп дәлелдеп береміз. Қане, Бекхуз. Bu жерде не артық? Қоян неге? Неге ол артық? Қыбиып, аласа, ұзын. Қоян артық деп тұрмыз. Өйткені қоян не? Жануар. Ал мына қыбиып, аласа, ұзын деген не білдіреді? Ұзындықты білдіреді. Жақсы, отыр, қане. Кім? Дәрбек оқып келесіні. Маңы, қасы, қолшы, жаны. Қайт, бұл жерде не артық? Қоқыс. Неге қоқыс бұл жерде артық? Не ол? Ласты білдіреді. Қоқыс білдіреді. Ал маңы, қасы, жаны деген не? Жаны, маңы, қасы деген ол не білдіреді? Жанында тұратын, жақында, жанында тұрасыз затты. Жақсы отыр. Қаны, келесі отыр. Кім тұр орнынан оқады? Bu жерде не артық? Тазалау артық. Не ол? Неге оның артық? Көріп отырмыз. Ал әпке, іні, қарындас не білдіреді? Мүшелерін білдіреді. Ал тазалау? Жақсы, бұне бүгін қатысып отыр, жақсы. Қоямыз деген беріп отырмын, мына жерде. Осыған, мына, айландырамыз. Мына саусақты алатақтар, 5 саусақты ма? Осыған толтырып бересіңдер. Мына жерде үлгісі тұр, мына. Бүгін не үйренді? Әркім өзін ойын жазады. Және мен не үйрендім? Қай саусаққа жазамыз? Бүгінгі сабақ ұнады ма? Болды, әркім өзін ойын жазады. Тез жазамыз. Мына жерге жаз. Не үйрендім? Мына жерге жазамыз. Бүгінгі сабақтан түйген ойларымен тұжымдары бойынша және байланыс жасадық. 5 саусақ әдісі бойынша. Қазір осы бойынша кім оқып береді? Адала досы. Бүгін не үйрендім? Бүгін мен диалог құруды үйрендім. Бүгін көңіл күйім қандай болды? Маған жұлдыз әніміз. Бүгін менің көңіл күйім керемет. Басқалар көмектеседі. Көмектесті ме басқаларға? Өзіңді қалай сезіндің? Қалай көрсетеміз? 5 саусақты көрсетеміз. Қане балалар, орнымыздан тұрамыз. Сабақ ұнады ма? Ұнады. Қане саусақтарыңызды әз. Көрсетейікші парақтарыңды. Көтеріңдер. Мына, жақсы. Тамаша, отырыңдар. Үйге тапсырма. 5-ші тапсырма. Орындайсыңдар 120-шы бет. Бүгін сабаққа жақсы қатысқан оқушылар өте көп. Қолдың ішінде атап өтсем, Адалар, Бекхуз, Роза, Шахизада, Шахзада, Азиз, Гүлия, Жасырбек, Дана өте жақсы қатысып отырды. Ұлықбек
көмектесті бүгін жауап берді. Мұниса жауап берді. Сонымен сабақ аяқталды. Келесі сабаққа көшеміз.